Әулие-Атаның әкімдері әлеуметтік желіде белсенді ме? Жүктеме бойынша жетекші менеджер әлеуметпен желі арқылы диалог орнатып, түрлі сауалдарына жауап беру керек. Тыңдайтын, еститін мемлекет дегеніміз осы. Мұнан өзге желідегі әрқилы ел саласындағы есеп болмақ. Онлайн өмірдегі әкімдердің жеке парақшаларын әріптесім Гүлнар Тайжан шарлап көрген еді. Енді әкімдердің рейтингісін мен осы бір жылдық несімен орындалмаған индикаторлар бойынша әкімдердің рейтингісін мен шығардым. Ол кезде ұмытпасам бірінші орында Тараз қаласы әкімі, екінші орында Қордай, ұмытпасам үшінші орында тағы бір аудан сол қалыппен қалған. Желі белсендісінің өзіндік рейтингісі осындай. Еске салсақ, өткен айда облыс әкімдігіндегі жиында аудан әкімдерінің парақшасы сөз болған еді. Мәселен, Меркі ауданының әкімі жыл басынан бері Фейсбукте ешқандай пост жарияламаған. Ал Жуалы әкімінің Инстаграм парақшасы құлыптаулы, яғни жазылуын қажет. Меркі әкіміше Руслан Нұрсипатовтың Инстаграмында 13.400 фолловер бар. Тіпті қаралым саны 11-17 мың аралығында. Наурыздағы жиын әсер етсе керек, айына тек 1-2 пост шығаратын басшы өткен айда бұрт етіп 10 жазбамен бөлісіпті. Ал Фейсбукте 2 бірдей парақшасы болғанмен, соңғы жазбасы тек өткен жылдың қазан айында жарияланған. Сын айтылған Жуалы ауданы әкімі Олжас Қаржауовтың Фейсбукта 931 оқырман бар көрінеді. Өзі жеке жазба сирек жарияласа да, өзгелердің жазбасымен жиі бөлісіп отырады. Ал Инстаграм парақшасы әлі де жабулы. Сондай-ақ белсенділігі төмендер қатарында Сарысу ауданының әкімі Марат Сұлтанғалиев те бар. Десе де талқаудан соң бірден желідегі белсенділігін арттырған. Басшының Фейсбукте 1321 оқырманы бар. Осы айда 16 жазбамен бөліскен. Ал Инстаграмы жабық, әрі ешқандай жазбамен бөліспеген. Ал Талас ауданы басшысы Мәдібек Қанатбектің Инстаграмдағы оқырман саны 645-ті құраса, Фейсбуктегі көрсеткіші 2 есе көп, 2231. Мұнда бір күнде 2 жазба жариялайды. Шу ауданының әкімі Сәкен Арубаев сәуірдің соңы болмай-ақ Фейсбукте жеке 22 жазбасымен бөліскен. Көлемді әрі өңір тынысынан хабар береді. Ондағы жазылушылар саны 2196, ал Инста желіде 1444 оқырманы бар. Сәуірде шыққан жаңа пост саны 3. Мойынқұм ауданының әкімі Әлихан Балқыбековтің Инстаграмда 431 досы бар. Парақшаның ашылғанына тура 2 жыл болған. Десе де 2 жылда бөліскені 27 пост. Ал осы сәуір айында 8 жазба жариялапты. Фейсбукте ше, онда 497 жазылыпшы. Соңғы жазбасы 5 сәуірде шыққан. Қордай ауданының әкімі Мәден Мұсаев соңғы жазбасын өткен айдың 3 жұлдызында ғана жазыпты. Әкімнің Фейсбугінде 1998 оқырман, Инста әлемінде 1329 оқырман тіркеулі. Айта кетейік, бұған дейін де аймақтың экс-әкімі жұмысы көзге көрінбей келе жатқан көптеген әкімді сынға алып, желідегі жұмыс нәтижесіне көңіл толмай кеткен еді. Дегенмен талап әлі де бабында. Өткен заман талабы сөйдейді. Былайғы әкім бол, желіде жұртқа жақын бол дегені. Гүлнар Тайжан, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.